Армысыздар ардақ тағайын, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат сіздермен бірге Альбина Ашым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметті отставкаға жіберді. Президент тиісті жарлыққа қол қойды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайты хабарлады. Премьер-министрдің міндетін уақытша атқару Әлихан Смайыловқа жүктелді. Ал үкімет мүшелері жаңа құрам бекітілгенге дейін өз міндетін атқаруды жалғастырады. Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. Құрметті жиынға қатысушылар, Асқар Ұзақбайұлы Мамин маған арыз жазып, отставка жөнінде өтінішін білдірді. Мен бұл өтінішті қабылдадым. Асқар Ұзақбайұлы шамамен 3 жылдай үкіметімізді абыроймен басқарды. Қызмет барысында әсіресе пандемия өршіп тұрған кезде өзінің жоғары жауапкершілігін, еңбекқорлығын көрсетті. Сондықтан мен бұрынғы премьер-министрге алғысымды айтқым келеді. Премьер-министрдің міндетін тәжірибелі экономист, білікті басшы Әлихан Асханұлы Смайылов атқарады. Президент жарлығымен Ерлан Қарин мемлекеттік хатшы қызметіне тағайындалды. Бұған дейін ол президент көмекшісі лауазымын атқарған. Сондай Қырымбек Көшербаев мемлекеттік хатшы лауазымынан босатылды. Ал Мұрат Нұртілеу президент әкімшілігі басшысының орынбасары лауазымынан босатылып, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Атқарушы билік инфляцияны реттей алмаған үшін кінәлі. Мемлекет басшысы елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайға қатысты кеңес өткізіп, жауаптылардың жұмысын сынға алды. Сұйытылған газ бағасының артуына байланысты халықтың наразылығын тудырған үшін үкімет, оның ішінде энергетика министрлігі, Қазмұнайгаз бен Қазақгаз кәсіпорындары жауапты деді. Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласы мен Маңғыстау облысында төтенше жағдай енгізілгеннен кейін ахуалдың біртіндеп түзелетінін атап өтті. Ал сұйытылған газды электронды сауда алаңдары мен биржалар арқылы өткізуді 1 жылға шегеруді бұйырды. Осы кезеңде нормативтік құқықтық базаны мұқият әзірлеп, сауда алаңдары жұмысының ашық болуын қамтамасыз ету, бағаның күрт өсуін шектеу тетіктерін енгізу қажеттігін тапсырды. Сонымен қатар мемлекет басшысы сұйытылған газ бағасына 180 күнтізбелік мерзімге бағаны уақытша реттеуді жүктеді. Өңірлерде халық үшін шекті баға былтырғы деңгейден аспау керек. Ал газ өндіретін жаңа зауыт салу жөніндегі тапсырма ертеректе берілген. Маңғыстау облысындағы Қазақгаз өңдеу зауыты базасында салынуы тиістін. Бірақ тапсырманың орындалуы баяу, шаруалары шикі. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев аталған саланы реформалауға қатысты жүйелі әдістің жоқ екенін айтты. Алдағы уақытта газ саласын сапалы түрде қайта қарап, ішкі нарықты тауарлы газбен толыққанды қамтуды тапсырды. Елдің саяси, әлеуметтік және экономикалық құрылысы өзгермейтініне де тоқталды. Жиын соңында әлеуметтік экономикалық ахуалды тұрақтандыру үшін бірқатар қосымша тапсырма берді. Нақтырақ айтсақ, мұнай өнімдері бағасына мемлекеттік реттеуді 180 күнге әзірлеу. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу. Шешімді аймақтағы әлеуметтік экономикалық жағдайға қарай өңір әкімдері қабылдайды. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңды әзірлеуге кірісу. Халық үшін 180 күнге коммуналдық тарифтерді көтеруге мораторий енгізу қажеттігін қарастыру. Халықтың әлеуметтік жағдайы нашар топтары үшін нарықтағы баспананы жалға алу құнын субсидиялау мәселесін қарастыру. Денсаулық сақтау және балалар мәселелерін шешу үшін Қазақстан халқына деп аталатын қоғамдық қор құру, оны мемлекеттік және жеке көздері арқылы қаржыландыру. Еліміз бойынша кешелі бері қоғамдық тәртіпті бұзған 200 адам ұсталды. Бұл жайында Ішкі істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Қолға түскендер арандатушыларға еріп, тұрғындарға қауіп төндіретін әрекеттер жасаған. Кейбіреулері топтасып жолды жауып, көлік қозғалысына кедергі келтірген. Сондай-ақ ғимараттарға шабуыл жасап, әйнектер мен есіктерін сындырған. Ескертуді елемегендерді тоқтатпақ болғанда ішкі істер органдарының 95 қызметкері жарақат алған. 37 қызметтік автокөлік бүлінген. Қазір мемлекеттік органдардың ғимаратына шабуыл жасаудың 13 фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Президент жарлығына сай Алматыда төтенше жағдай жарияланып, коменданттық сағат енгізілді. Уақытша шектеулерге сәйкес мемлекеттік және стратегиялық мекемелердің халық тұрмысын қамтамасыз ететін нысандар мен қоғамдық көліктердің қорғанысы күшейтіледі.
Қала ішінде жүріп тұруға, көлік қозғалысына шектеулер енгізіледі. Азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттары мен жеке қосымша заттары тексеріледі. Шаһарға кіріп шығу шектеледі. Бейбіт жиындарды, ойын-сауық, спорттық және басқа да бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады. Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар мен арнаулы құралдар сатуға тыйым салынады. Дәрі-дәрмектің, есірткі және психотропты заттардың, прекурсорлардың, сондай-ақ этил спиртінің, алкоголь өнімдерінің айналымына ерекше режим белгіленбек. Жеке тұлғалардан қару мен оқ-дәріні, улы заттарды, ал заңды тұлғалардан бұларға қоса әскери және жауынгерлік оқу техникасын, жарылғыш және радиоактивті заттарды уақытша алып қою қажеттелінген. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев тұрғындарға үндеу жолдады. Ол қала тыныштығын бұзуға арандатушылардың қатысы барын ескертті. Олар экстремистік әрекеттерімен сырттан да іштен де әсер еткенін айтты. Алматының тыныштығы мен бейбіт өмірін сақтау мақсатында құқық қорғау органдары қажетті шараларды қабылдап жатқанын жеткізді. Айтуынша, қазір қаладағы жағдай билік бақылауына алынды. Арандатушылар мен экстремистер ұсталып, бүлік салушылар анықталып жатыр. Әкімдік қаланың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін барлық саланы қалыпты ұстау мақсатында жұмыс істеуде. Біздің ортақ мақсатымыз қаламызда тыныштық пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, бейбіт халықты қауіп-қатерден аман сақтау. Сондықтан бәріңізді арандатушылық пен заңсыздық әрекеттерді қолдамауға шақырамын. Бүгінгі түнде қаламыздың тыныштығын сақтауға атсалысқан тәртіп сақшылары мен барлық жауапты қызметкерлерге түсіністік танытып, жауапкершілікпен қараған алматылықтарға рахметімді айтамын. Алматыда шеру соңы қақтығысқа ұласқаны белгілі. Жаппай тәртіпсіздіктер кезінде тұрғындар зардап шекпеді. Алайда қаланың инфрақұрылымына зақым келген. Қоғамдық көліктер тоқтап, коммуналдық қызмет мамандары көшені қалдықтардан тазартып жатыр. Дәл қазір бізбен Жазира Оразқызы байланысқа шығады. Жазира, қайырлы күн, соңғы ақпаратпен бөліссеңіз. Жазира. Рахмет, Альбина. Біз таңнан бері осы республика алаңына келіп, осы жердегі соңғы ахуалды бақылап жүрміз. Таңнан бері бұл жерге келіп, наразылық білдіргендер байқалған жоқ. Қазір әскерилер осы маңайды қоршауға алған, және де қаладағы ең негізгі деген көшелер бұл Сәтпаев, Желтоқсан даңғылы, Назарбаев көшелерінде қозғалыс шектелді, яғни көліктердің емін еркін жүруіне тыйым салынған. Жаңа атап өткендей, көбіне қираған заттардан әлі қала тазартылып жатыр. Себебі түннен жүрген наразылық білдірушілер бағдаршамдарды қиратып, және де жарнама баннерлерін сындырған екен, және де бірнеше көлік өртеніп, оның ішінде полицияның, сонымен қатар жекелеген азаматтардың да көліктері бар. Қазір қалада ауа райы біршама салқындады, өздеріңіз байқағандай тұман түсіп көктайғақ болып тұр. Ал тұрғындар болса таңнан бері әбден әбігерге түсті. Себебі қоғамдық көлік мүлдем жүрмейді, ал такси шақыртуда қазір қиынға соққан. Тағы бір айта кететін жайт, қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы мәліметтеріне осы тәртіпсіздіктер кезінде зардап шеккендер жоқ. Егер бола қалған жағдайда хабарлаймыз деп мәлімдеді. Және де көлік құралдары болсын, азаматтар болсын, барлығына жеке құжаттарын алып жүру ескертілді. Себебі қазір полицейлер қаланың шет-шеттерінде болсын, орталықта болсын, бақылауды күшейтті. Бұл Алматыдағы төтенше жағдайдың енгізілуімен байланысты дейді мамандар. Рахмет, Жазира. Алматыдағы ахуалмен Жазира Оразқызы таныстырды. Ал біз жалғастырамыз. Ақтауда сұйытылған газдың бағасы 50 теңгеден сатылып жатыр. Таңертеңнен бері бірнеше бекет тұрақты жұмыс істеп тұр. Мұнда кезек көп, таң атқалы 2000 литрдей сұйық отын сатылған. Ал қалған газ құю бекеттері әзірге жабық тұр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, аймақта үкіметтік комиссияның шешімімен сұйытылған мұнай газының бағасы 85-90 теңгеден 50 теңгеге дейін арзандатылған еді. 20-дан құйдым, жасырмаймын. Қазір міне 50 теңгеден болып атыр. Қазақстанның халқына рахмет айтам осындай жағдайға әкелгеніне. Осылай ары қарай жалғаса берсін. Тәртіп бұзылмасын. Бәрі жақсылықпен бітсін.
Ал облыстағы жағдайға келетін болсақ, аймақта төтенше жағдай жарияланып, түнгі мезгілде коменданттық сағат енгізілді. Полиция департаментінің мәліметі бойынша құқық бұзушылық тіркелмеген, жолдар ашылды. Бүгін Ақтау қаласында жағдай тұрақты. Тұрғындар бірнеше күнгі демалыстан соң жұмыстарын оралуда. Көлік қатынасы үзілген жоқ. Әзірге осы. Бүгін ақпарат таңғы 7-тен бері сағат сайын шығып жатыр. Соңғы жаңалықтарды ұлттық арнадан біліңіздер.